Табысты бала өзі деген лидер болу керек, өзінің мінезін ашу керек, өзі нық сөйлей алу керек, сабағы да керемет болу керек. Бұл карточка тоже осындай түрінде беріліп, құрастыру керек. Қызыл, сары не деп есте сақтап. Бітті. Балаларға осы звонок қызық. Осы звонок қызық. Бәрінен осы звонок бітуі қызық қой. Шынымен закон малого начала ғой. Үйден оқыту, кабинеттен оқыту, артық стрессіз оқу орталыққа барып, ішкі обзоры, айына қанша теңге тауып жатыр, оқушылар қалай келеді, рекламаны қалай жасады және мына оқу орталықты қалай ашты. Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, бүгін біз Элеонора апайдың табысты бала оқу орталығындамыз. Қазір оқу орталықтың ішкі обзоры, айына қанша теңге тауып жатыр, оқушылар қалай келеді, рекламаны қалай жасады және мына оқу орталықты қалай ашты. Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Элеонора апай, неге аты табысты бала? Себебі мен осыдан 2 жыл бұрын бағдарлама жазбам, қаржылық сауаттылық балаларға арналған. Сол кезде бала қалай табысты болады? Ол ақшалай жағынан ғана емес қой. Табысты бала өзі деген лидер болу керек, өзінің мінезін ашу керек, өзі нық сөйлей алу керек, сабағы да керемет болу керек. Сол кезде адам өзінің сабағын реттеп, өмірін реттеген кезде табыстылыққа жетеді ғой. Сондықтан табысты бала деп алған болатын. Қанша жыл бұрын қойып қойдыңыз? 2 жыл бұрын мен қаржылық сауаттылық, табысты баланың әліппесі, қаржылық сауаттылық деген бағдарлама жаздым. Балаларға арналған. Бала қаржылық сауатты болу үшін де бірінші ол өзінің лидер болып көрсету керек, өзінің арманы болу керек, өзін нық сөйлей алу керек деген сияқты сөйлеу мәнері болу керек деп сол арманнан бастап ең соңы жаңағы қаржыны қалай басқару керек дегенге келген. Элеонора апай, өзіңіз таныстырып жіберіңізші оқырмандарымызға. Мен Элеонора Жақсылыққызы, мамандығым, бірінші мамандығым колледж бітірген кезде домбырашы мамандығы, екінші мамандығым қаржыгер мамандығы. Енді әкем музыка саласына маманы болғандықтан мен бірінші сол домбыраны бітіруім тиіс болды. Өйткені мен әкемнің жалғыз қызы болдым да, әкемнің композитор, ақын кісі, сол кісілердің өлеңдерін сауатты түрде білу үшін. Одан кейін өзімнің таңдаған мамандығым қаржыгер болды. Кейін сол мамандықты бітіріп, колледжде Алматы мемлекеттік бизнес колледжінде 14 жыл сабақ бердім. Менеджерларға, маркетологтарға, бухгалтерлерге, қаржыгерлерге. Неге енді бастауыш бойынша оқу орталығы ашып, оны оқытып жатырсыз? Бұл екеуі вообще келмейді, иә. Келмейді ғой. Кейін мен мектепке қарай кеттім, мектепке шақырды, кәсіпкерлік бизнес негіздері деген Атамекеннің программасы бойынша жаңа 10 класс пен 11 сыныпқа жаңағы кәсіпкерлік бизнес деген сабақ беруге. Мен қосымша домбырамды да беріп жүрдім, ол хобби ретінде жүре берді. Сөйтіп жүргенде бір күні менің қызым 1 классқа баратын жылы ковид пандемия басталды. Сол кезде мен сіздің ең алғаш жаңағы жылдам оқу сырты жасыл бағдарлама. Иә, соны бастадым. Қызым алып бастадым. Қызымда нәтиже болды. Сол сөйтіп жүрген кезде ақырындап көршілеріме оқыта бастадым, үйлерге барып оқыта бастадым. Кейін ойладым, баланың үйіне барғанда баланың атмосферасы бөлек. Өз үйінде ол өзін еркін сезінеді, кейбірлер оқығысы келмейді, еркелейді, мама папасы бар деген сияқты. Содан кейін барып оқу орталығының жаңағы кабинет алдым. Сөйтіп енді мен оқыған нәрсем құр қалмасын деп жүрген кезде сіздің рекламаңызды көрдім, қайтадан жаңа микс басталайын деп отыр, бірінші микс деп. Содан алдым да сразу ойланбастан микс алдым да. Микс дегенді бір айта кетейік, бүкіл ғаламаттағы бүкіл бағдарламалардың қосындысы деген сөз. Иә, микс алдым. Неге алдым? Өйткені қазір проблема ата-аналарда болсын, жаңа туысқандарында дастарханда отырсақ та әңгіме, балам жылдам оқи алмайды, балам есеп шығарудан қиналып жатыр деген қазір көп проблема негізі. Элеонора апай, бір минут. Элеонора апай, онда кабинеттеріңізді бір көрсетіңіз, жалпы оқу орталық неден тұрады, не үшін олай құрастырдыңыз деген сияқты. Бірінші кабинет өзіңізден бастаймыз, бірінші кабинет. Уақытша ғана болып тұр. Бұл жерден көрнекіліктер оқу құралдарын да бала осының жүзінен қайшы деп іздеу керек па, уже оқиды да іздейді, бұл көмектеседі. Одан кейін бар өзіміздің сол буында оқуымыз басынан бастап. Мынаның бәрін шығарасыз, ламинаттайсыз, міне. Ламинаттаған кезде көбірек жетеді, кір болып кетпейді деген моменттері бар ғой. Бұның мынандай адасқан сөздер дегендер бар. Бұл жерде сөйлем құрау керек бала. Соның сөйлемнің басын, аяғын, ортасын табу керек. Сонда да бұл жылдам оқи алады. Неше? Көп екен, не? Варианттар. Варианттар көп. Күшті екен,
Одан кейін мен мынандай, екінші нұсқасы бұл оңайтылған мысалы Ыбырай Алтынсарин. Кім дегенде ағартушы педагог и көрнекті жазушы. Кімдікі? Қазақтікі деп бала уже сөйлемнің басын аяғын құрастыра білу керек. Күшті екен. Күшті екен. Міне қоян түскен соң қараңғы шығады деп тұр. Енді бала құрастыру керек. Кім екенін қоян деп солай белгілі болады да. Кейін шығады деген енді. Сөйлем соңы деген сияқты. Солай балаларға үйретеміз. Күшті. Одан кейін мынау тиісті амалдарды қой, бірінші жаңағы мектеп алды даярлық, 1-ге 1, 2-ге 2 деген балалар, бұл да енді көпке жетеді қолданғанға. Қай жерде шығарып жатырсыз? Мына принтерлеріңіз бір көрсетіп жіберіңізші. Мен цветной өзім принтерім. Осы жерден шығарасыз мынаның бәрін. Мынау ламинатым, неде переплетім тұр. Мынау не? Шульте кестесі. Өзіміздің ғаламат. Шульте кестесін былай шығарып жатыр. Күшті мына ламинат. Ламинаттап тастадым. Осы жерден шығарасыз. Сосын мынау не? Ламинат. Ана ламинатта переплет жоқ да? Переплетім бар, не? Переплет. Мына бағаларын бір бөлісіп кетіңізші. Мына кітаптарды шығаруға жаңағы цветной принтер. Цветной принтердің бағасын бір айтып кетсеңіз. 80 мың қалған. 80 мың қалдыңыз, 80 мың қалған. Одан кейін барып переплетті 40 мың қалдым, ламинатты 40 мың қалдым. Мен өзінің қағаздары бар, олар 3 мың, 2 мың деген сияқты. Науы 100 алу 3 мың тұрады. Науы деген андай коробкада тұрады, олында өзінің бағасы бар, сонда 3 мың, 4 мың деген баға бар. Бүкіл керек заттарыңыздың бәрі осы жерде, кітаптар, көрнекіліктердің бәрі осы жерде шығады. Бірден алынған жоқ, мысалы. Міне, закон малого начала. Қайсысынан бастадыңыз? Бірінші мен үйден оқытып жүрген кезде барып шығарып алатын болдым. Одан кейін шығарып алып жүрген кезде принтерді керек болды, принтер сатып алдым. Одан кейін барып енді переплетқа апарып тастаймын, кейде орнын ауыстырып тастайды, күту керек болып қалады. Одан кейін барып былтыр жазда переплетті алдым, ламинатты алдым. Сөйтіп уақытымен келе жатыр өзі. Күшті, дұрыс. Закон малого начала. Переплет дегеніміз мынау. Бүкіл парақтардың бір-бірінің бетін қосатын. Мына жерде бөлісу. Жаңағы әріп жаттатқанға кейбір балалар ассоциация деп жатырмыз ғой, сізде бар ғой. Кейбір балалар әріпті білмей қалған кезде уже осы суреттеп жаттатуға керек болады. Піл деп, біреуінде парта қалады, біреуінде пышақ қалады есінде, біреуінде пияз қалады, п дегеннің өзін үйреткен кезде деген сияқты. Мынау ма табысты бала деген? Жаңағы айтқаныңыз осы, иә? Осы кітап. Бұл авторлық жоба ма сонда? Авторлық бағдарлама. Авторлық бағдарлама. Иә. Бұның да осындай жұмыс дәптерлері, нелер жасалынып жатыр. Бұны кімдер алу керек? Бұны мен кімдерге арнап жасадыңыз, то есть? Бұны мен мектеп оқушыларына арнап жасадым, курс қып. Енді осы бойынша өзім қосымша жаңағы грантқа қатысайын деп жатырмын. Қазақстанда өткен қаржылық сауаттылық бойынша кітапта жоқ екен. Ештеңе жоқ. Ештеңе балаға арналған. Иә. Сол бойынша тек қана андай финграмота деген біздің ненің кассаның несінде ол только орысшадан аударылған түр нұсқасы бар екен. Мен өзіміздің қазақ балаларға арналды деп. Бізде қаржылық сауаттылық үйретілмеген соң сол кредитке жабыса береміз. Үлкен денесі ғана үлкен, бірақ ішінде кішкентай балаларға ақша керек емес. Сосын бір жүрет 300 мың, 400 мың зарплатамен. Бала мысалы жаңағы ұлыстың бастамасы негізі арманнан басталады. Сондықтан бірінші бала бірінші сабақта арман жазып үйренеді. Арман жазған кезде де үйретеміз жаңағындай смартты уже толығымен көрсетеміз. Ақшаны жұмсай білу өнері. Бізде андай ақша келсе кетіріп тастау керек, тезірек құтылу керек. Қаржы әлеміндегі тәуекелдер, баланың бухгалтериясы, бала өзінің отбасындағыдағы нені біледі, қанша ақша келіп жатыр әкемнен, анамнан деп. Одан кейін артық нәрсені сұрамайды білген бала. Осындай, ол осы бойынша жаңағы құрастырылып жатыр. Күшті. Біткен кезде ұсынамыз, бұйыртса оқырмандарыма. Колонка сабаққа ма? Иә, сабаққа. Не істейсіздер? Менде экранымда бар, бүгін үйге барып қойып видеолар көрсетеміз, видеолар айтамыз, әндетіп тұр. Күшті. Менде сөз тіркесі, сөзіне мысалы гүлден сөз тіркесін құрайды, одан кейін сөйлем құрайды. Бала үйренеді. Одан кейін есеп шығаратын карточкалар, одан кейін математикадан жаңағы бұрышты тап. Мынаның бәрін бір жасап қоясыз, сосын сабаққа пайдалана береді, иә? Одан кейін мысалы буынға бөлу оқиды, мысалы тасымалдауды білу керек бала. Буынға диктантына да керек болады, сондықтан тасымалды қолданамыз. Осылай. Мына қанша балаға арналып жасалған? 4 бала. 4 балаға. Иә, 4 бала. Енді біз 10 бала деп алмаймын. Нәтиже шығару үшін 4 бала, 6 бала. Мынаға бөлісіңіз. Балалардың жаңағы нерв жүйесіне айтады ғой, табанымызда жаңағы 70 мыңға жоқ
нерв жүйесі бар, соған әсер етіп кейде мысалы кітап оқытып қоямын осымен ары бері жүргізіп. О, кей кезде жаңағы түстерді жаттатқызып қоямын, солай ары бері бағдарлауға керек болады деп айтамыз. бұны массажистер де пайдаланады ғой. Мен жансая қызымды осындаймен массаж жасайды. Күшті. Мында сол мектеп алдында мектеп мысалы 6-ға 7 болу үшін қандай болу керек тауып алады балалар мектеп алдында. Ортасында енді тек қана бір әлгі кітапшамен отырсақ жалығып кетеміз ғой. Иә. Мынаны қайдан алдыңыз? Кәдімгі неден зерде тойс дейді ғой, жаңағы осындай ойыншық сататын жерлер. Ойыншық сататын жерлер. Күшті. Ағаштан жасалған. Бағасы қанша мынаның? 5.000 көлемі, қымбат емес. 4.000 сондай. Мынау біздің өзіміздің қаламаттықлер. Қолданамыз карточкалар. Саусақ әліпби. Мынаның да карточкасы бар. Бұл карточка тоже осындай түрінде беріледі. Құрастыру керек. Қызыл, сары не деп есте сақтап. Бітті. Балаларға осы звонок қызық. Осы звонок қызық. Бәрінен осы звонок біршеме қызық қой. Басқанша прям беседі. Енді біздің кітапта. Мына жылдам оқумен оқытасыз, оқуға үйретумен. Мынау жаңағы бастауыш логика сіздерде бөлек курс па или алмайсыздар ма курс ретінде? Логиканы, именно логика деп. Бөлек курс қылып аламын. Сондықтан мен енді мыналарға сұраныс қандай? Қазір сіздерде жалпы қанша курс бар қазір мына орталықта? Негізімен комплекс жиынтық деп айтамын. Жиынтықта жылдам оқу керек, математикасы керек, әдемі жазу керек. Енді ол бәрі бірден балаға керекті нәрсе. Сосын кейде орыс тілі мен ағылшынды таңдау ретінде қоямыз. Кейбіреулер ағылшынды таңдайды, кейбіреулер орыс тілді таңдайды. Жиынтықтың бағасы қандай? Мысалы, бұл Талғар ауданы, Қызылқайрат ауылы. 25 мың. 25 мың. Ал кейде болады балалар, жоқ бізге ешкім қандай математикаға жылдам оқу. Тек жылдам оқу керек десең. 20 мың. Тек жылдам оқу 20. Ал тек оқуға үйрету? Бұл бірінші сыныпқа арналған. Тоже 20 мың. Бұл топпен оқытасыз ба? Топпен оқытамын. Қанша адам болады бір топта? 6 адам. 6 адам. Қанша сағат? 1,5 сағат. 1,5 сағат. Аптасына неше рет? 3 рет. 3 реттен. Так, мына жерде әр оқушының өзінің ручкалары ма или қалай? Мыналар не? Бұл жаңағы әріптерді шығарып балалар бір шетінен үрлейді, бір шетінен әріпті табады. Үйренгенге жақсы. Мынау нені дамыту ма? Моториканы? Моторикаға. Одан шығарып үлеміз жаңағы дұрыс не қылу үшін. Моториканы дамыту үшін сверхзат сатып алып керек емес. Бәрі қолда бар. Мынаның орнына гречка, любой нәрсені пайдаланамыз. Оны да қолданамыз, жаңағы фасольді да қолданамыз, фасольмен де жасаймыз. Оның өзінің нелері бар. Балаларға қызық қой. Қызық. Мектепте оны жасамайды ғой. Жасамайды. Енді ана құм терапиясында оны да қосамыз деп алды да жоспарлап жатырмыз. Күшті. Енді Элеонора апай, так, реклама қалай болып отыр? Рекламаны ауылдың чаттары, WhatsApp чаттарына жіберемін, Instagram чаттарына жіберемін, өзім мектептің нелеріне жіберемін чаттарына. Біз берген шаблондағы баннерлерді пайдаланамыз. Ол баннерлерді таратамыз, жаңағы дайын кітаптардың суреті де тұрады ол жерде. Соны қолданамыз. Одан кейін барып таргет жіберіп отырмын кейінгі кезде. Қазір мына орталықтың арендасы қанша теңге? Бұл 300 мың теңге. Өзін-өзі ақтап жатыр ғой? Ақтайды. Ақтап жатыр. Еще пайда бар ма или әлі өзін ақтаған жоқ? Неге? Пайдаға шыққан жоқсыздар ма? Пайда сәл бар. Пайда. Апрель, май. Ой, бір ай болды ма не ашылғандарыңызға? Бір айда енді кішкене табыс болса ол нормально ғой. Біз кейбір оқу орталықтарда 5 айға дейін минусқа жұмыс істейміз. Так, енді мына жерде қанша мұғалім жұмыс істейді? Бұл жерде қазір 3 мұғалім жұмыс істейді. Түске дейін 2, түстен кейін 1, өзім жүремін. 4 сіздер. Ол мұғалімдер қай мамандықта? Бұлар жаңағы именно математика жылдам оқу бастауыштар. Астында жаңағы үлкен залымыз бар, ол жерде бишім бар, ол бөлек. Одан кейін бар домбыра бар. Енді дәстүрлі ән оларды да қосып жатырмыз. Оны көрдіңіздер. Элеонора апай 2 кабинеттен бастадыңыз. Қазір жерде 200 метр квадрат 5 бөлмелі, 5 кабинеттен тұратын оқу орталық. Қандай қателіктер болды? Енді бастаған кездегі. Енді бастайтындарға сізден бір мынаны жасамаса екен деп. Енді бастаған кезде мен бір 50 мыңға кабинет көрдім да, қорқыныш болды да мен оны алмадым. 50 мыңды. Не істеймін, шығара аламын ба? Шығара алмайын ба деген қорқыныш болды да, оны алмадым. Уже мен кейін ойланып болып звондаған кезде уже қайтадан оны алып кетті. Сондықтан жаңа ыңғайлы кабинет таппадым да, одан кейін белгілі бір орталықтың ішінен кабинет алуға келістім. Ол бірақ әр баладан 40% беріп отыру болды. Сол маған кішкене пайдасы болды. Себебі енді мен жаңағы қағазын шығарамын, өзім сабағын беремін да.
сонда құр отырған 2 сағатыма мен бәрі әр баладан 40% беріп отырдым. Негізгі пайызға жұмыс дегенде егер тіптен жоқ десе солай келісуге болады енді. Ал жалпы жоқ деп тәуекелдікке барса, сол 30-40 мың көлемінде арендаға алған дұрыс екен. Ол оқушы ақырындап жиналады, сол кезде өзде шығып отырады. Сіз енді бастаған кезде бірінші айда реклама жасағанда прям бірінші айда табыста болдыңыз ба? Или қашан табысқа шықтыңыз ашқаннан кейін? Оқушылар қалай жиналды? Басында қанша оқушы негізі бар ғой, білмеймін, кейде өзім тәуекелшіл адаммын ба деймін. Сіздің курсыңызды алдым да, қызымды оқыттым да, одан кейін алдым да, көршім айтты, жарайды деп, кейін оған бастап сабағын оқытып кеттім. Ешқандай қорқынышым, оқытамай қалам, мына баланы нәтиже шығарамай қалам деген жоқпын. Бір өзіме қатты сенімділік бар дедім. Одан кейін барып, мен оқытамын деп 3-4 күн жаңа орталыққа айттым, келістім де, сол орталықтың ата-аналарына, басқа да чаттарға жібердім. Жиналды, сразу бастап кеттім. Қанша оқушымен бастадыңыз? Бірінші потогымда 8 оқушы болды. 8 оқушы болды. Оларды 4-тен ғана бөлдім, сабақтардың кестесі бойынша. Сол кезде 10 мыңнан оқыттым. Бірақ оның өзінде, сол кездің өзінде маған шүкір пайдам да болды, алған өзіме үшін де керекті нәрселер алдым деп ойлаймын. Іздендім, үйрендім. Күшті. Ал оқу орталық ашам деген ойды қашан бекіттіңіз миыңызда? Енді біз ойлап жүре береміз, бұл ашқым келеді, жасағым келеді, но қашан шешім қабылдадыңыз? Шынымен мен оқу орталық ашам. Және оған не әсер етті? Былтыр арендада жүрген кезде, ой, өзімдікі болса ғой деп, енді ол кезде осындай көрнекіліктерді әр жерге жабыстырып қоя алмайсың, ол біреудің орталығы ғой. Ол тем более арт спорт дейді ғой, сондай неде тұрған, тек өнерге барып бірдеңкелеріңді өзіңнің нелерін қойып кете алмайсың, сеніп те тапсыра алмайсың. Сол кезде өзімнің орталығым болса деп армандап кететін. Көрнекіліктерді көріп отырса да, мынаны бүйтіп істейтін едім, мынаны былай жасайтын едім деп. Сол кезде мен толық шешім қабылдадым. Ол қанша айда орындалды? 8-9 ай ма? Иә, 8-9 айда. 8-9 ай болғанда, былтыр мен қай кезден январь-февральнен бастап оқыта бастадым. Одан кейін биыл осы январда осы здание іздей бастадым. Ол здание іздеудің өзі жаңағыдай. Мен басында Тұздыбастаудан іздегенмін, өзім оқушылардың бәрі сол жақта болғаннан кейін. Ол жақтан ыңғайламаған оқу орталық табылмады. Ақшасы бойынша, осындай орналасу жері бойынша. Содан кейін барып, енді не істесем екен деп отырған кезде өзім осы Қызылқайратта жұмыс істейтінмін. Бұл жерде осындай бір орталық жоқ болатын. Нарығын қарап отырсам, бұндай орталық жоқ, бәрі Талғарға апарады. Одан кейін барып, бәрі мына жерде 1-2 ғана бір кабинет бар, кішкентай ғана жағдайларда толық балаға реттелмеген деген сияқты. Соны мына жақтан ашуға болады деп, жолдың бойы емес болса да қазір развозка дегенді қосамыз бұйыртса деп, міне осы жақта алдық. Енді болашаққа қандай жоспар? Болашақта осы июль-август айының аяғына дейін біз екінші орталық ашамыз. Үлкен ол жерде математика, ОБТ-ға дайындайтын, КТЛ-ға дайындайтын, одан кейін барып осы жылдам оқуларымыз бар. Ол Тұздыбастау, Бесағаш, Думан аралықтары деп отырмыз. Енді соған кірісеміз. Күшті. Элеонора апай, сәттілік тілеймін, өте қуаныштымын. Шынымен закон малого начала ғой, үйден оқыту, кабинеттен оқыту, артық стрессіз оқу орталыққа бару. Кейбірлер болады да, ой деп андай бір эйфориямен жүріп оқу орталығын бәрін ашып тастайды, ақшасын бәрін соған салып тастайды, оқушы жоқ деп отырады. Оған әсер ететіні оның нәтиже шығарам ба деген қорқынышы, бала жинай алам ба деген қорқынышы. Сіз ол екі қорқынышқа да ана кабинетте үйден оқыту кезінде жауапты алып алдыңыз. И поэтому мына сізге артық стресс болып жатқан жоқ, да? Күшті, қуаныштымын. Құрметті оқырмандар, болашақта Элеонора апай сияқты сіздің де оқу орталығыңызды осылай түсіріп, обзорын жасап жүрейік. Элеонора апай өз тәжірибесімен бөлісті. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар. Және осы бойынша оқу орталық ашқым келеді дейтін таныс мұғалімдеріңіз болса, осы видеоның ссылкасын жіберіңіз. Бүгін бізбен болғандарыңызға рахмет. Элеонора апай, сізге де рахмет. Табыс тілеймін мына оқу орталықтарыңызда білімді балалар көбейе берсін. Сау болыңыздар.